Менің атым Гүлбақрам, 47-демін. Біз отбасымызда үшеуміз, жолдасым, бір қызым бар. Өзіміз негізі Жамбыл облысы Мойынқұм ауылынан келгенбіз. 15 жылдан асып кетті. Қазіргі тұрып жатқан жеріміз Алматы облысы Алексеевка деген жерде тұрамыз. Біз 15 жылдан аса тұрамыз. Жұмысым осы заправкада, алтын адам заправкасында істеймін. Жолдасым ол да жаңағыдай құрылысшы. Қызым студент. Мен аптасына бір рет демаламын енді. Анда-санда бір қыдырып семьямызбен шығамыз. Bir демалғанда үйдің жұмысы. Ертеңгісін жұмысқа кетеді. 8-де. Сағат 12:30-1-лерде келеді. Содан үйде. Біз қызымыз екеуміз үйге қараймыз. Жазды күні жұмыс істейміз. Стройка, құрылыс, анау. Қыста үйде отырамыз. Денсаулық, менде денсаулық Құдайға шүкір әйтеуір, бақа бір ауырған жерім болған жоқ әлі. Әйелім көп ауыратын бұрын. Басында больницаға барып, мына жердегі Ажекім больницасына барғанда біраз қағаз жазып берді. 35 000 болды ғой дәрісі. Соның дәрісін алып, ол бір апта 12-10 күн ішті. Ешқандай результат болған да жоқ. Бірақ кішкене қойған сияқты. Бір 3 күннен кейін қайта барды. Дәрісі біткеннен кейін. Қайта барып еді. Тағы сондай жазып берді. Областныйға барасың деді. Ондай айына 70 000 кетіп қалады. Мысалы, кейде жұмыс бар, кейде жұмыс жоқ. Содан осы радиода машина бар еді, машина радиосын тыңдап отырмын осы. Бір дәрін айтты, ламифарин деп. Соның кейін жазып алдым да соңын біраз жүрдім. Айтсам ба екен, мынаған айтып едім, қойшы деп. Сенген жоқ. Кейін жаңа областныйға жіберетін болды. Жұмыстан жүремей келдім, сенген өзім. Жұмыстан жүремей келдің ғой, Жүремей келдім жұмыстан. Содан кейін мынау телефон арқылы заказ берді, алып келді өздері аха. Алып келді. Соны іше бастадым ғой. Содан кейін бір 10 күнге жетпес уже результаты шыға бастады жаңа дәрінің ше. Жаңа давление, мынау асқазан, уже давлениең жаңа айтып ғой, ұйқым. Басында шыбап біраз әні жерім ауырды, мына жерім ауырды деп. Аха. Ауырған жерім қоя салам деп. Қозылды сол 10 шақты күннен кейін. Содан кейін бәрі қалпына келе бастады, ауруларымның бәрі жайлап келе бастады. Содан осының әжептәуір бір көмегі бар екенін білдім де, осыны уже 6 жыл бойы мына таблетка не ішіп келетін жоқпын, укол көрген жоқпын. Осымен келе жатырмын. Ортасында бір үзіп қойған болмаса енді, осы дәрімен келе жатырмын. Өте көмегі көп адамға. Женский жақтан бүктетіп келдім мен негізінде. Жүремей келдім. Кәдімгідей өзім қиналып, тізесіде ауыратын. Солаймын. Содан кейін мен мына аяғым, сол аяғым бұрын істемей қалған ғой. Сосын бұл аяғым бүгілмейтін. Мына сол аяғым менің бүгілмейтін. Отырса тұрамай қалады ғой. Отырсам тұрамай қалып сөйтетінмін ғой. Тізесінен. Сосын мына аяғым қазір бәрі бүгіледі. Сосын мен бірден орнымнан тұрып кете алмайтынмын. Мына апалар бүйтіп, еңкейіп, бір анда жерге барып сүйретіліп барып тұрады ғой, сөйтіп тұратынмын мен. Ол да қойды жаңақшы, бір жақ жер мына дізем бағы бүйтіп бөгілмейтін. Өстіп ашып, сосын мына еттерің бағы бүйтіп қалай түсіндіремін мен ауырғанда бір жыртылып кететіндей ше, сөйтіп ауыратын. Солардың бәрі басылды. Ол қашан шыққанда мен мына қызымды босанған кезде мен андай төсек тартып жатқанмын кәдімгідей. Неғып 6 айдай таяқпен жүрдім. Содан қалып қалды да бұл. Кәдімгідей қиналдым. Мен даже мен ауылда жүргенде даже мен жарты сағат отырамын, жарты сағат жатамын. Меніңше көп неғыламайтынмын. Көп отырып қойсам да тағы ауырады, көп жатып қойсам да тағы ауыратын. Содан осында келіп жаңағындай жайлап осы дәріге келіп, осы дәрінің арқасында жақсы болып келеді.
айтып отырмын ғой енді. Бір енді денсаулығымда жалып жоқ, енді анда-санда бір не қылғанымыз болмаса, бас алып қалады ғой енді ол. Ал былай қатты бір қиналып, бір не қылатындай жағдай болып отқан жоқ. Сонда бізде давление, қан қысымыз төмен болды ма немесе? Ойнап тұрады менікі. Түсіп көтеріліп ше. Біресе түсіп кетеді, біресе көтеріліп кетеді. Қазір бір қалыпта өзімнің рабочиймен жүрмін да. Рабочий давлениемен жүрмін. Буын ауыратын? Аха, буын ауыратын, аха. Ол былай не ауырады. Қалғандарым? Асқазан нелерім ауыратын оны. Асқазаныңызда? Аха, асқазанда ауыратын. Асқазаны бар, бүйрегі ауыратын. Соның бәрі енді қойды ғой. Ішкенде алғаш кірген кезде бәрі қоздырып барып, содан кейін басылды. Несінде де жазып тұрып еді, басында қорқақтап өзім қайттан ауыртып алдым ба деген ғой. Десем жоқ. Десем әр жерге барып ауруды қоздырып екен ғой бұл. Мен айтайын, сразу сол бірінші алдым ғой. Мен айтып отырмын ғой, сол іше бастаған кезде уже менде бір несі бітті ғой, анда несі. Уже менде жеңілдік пайда бола бастады. Бір аптадан кейін неғылмадың ғой сен? Тұрған кезде уже маған сезіледі да. Мен айтып отырмын ғой, тұрған кезде мен қазір бейтіп барып, еңкейіп анандай жерден барып, мына белімді жазатынмын. Белді жазатынмын ше. Соны тұрған кезде кәдімгідей бүйтіп тұрып кететін неге жеттім ше. Содан кейін оны ішіп жүріп тағы байқамай қалыппын ше. Мына аяғым бүгіліп жүргенімді өзім байқамай қалғанмын ғой. Мынау аяғым бүйтіп бүгіліп жүрген, қазір бүгіліп тұр міне. Мына аяғым менің бүгілмейтін. Бүйтіп отырған кезде мына осылай отыратынмын да. Соған дағдыланып кеткен ғой, соған кейіннен ішіп жүргенде мынаны бүгілгенін байқамай қалғанмын ғой. Кейіннен барып өзіме таңғалып отырдым да, ойламайын аяғым бүгіліп жатыр деп жаңағышы. Аяғым бүгіліп, қазір жақсы. Бәрімізге ортақтың жаңа жылымыз келе жатыр ғой, бәріміздің жаңа жылымыз құтты болсын. Бәрімізге жақсылық әкелсін осы жаңа жыл. Халқым аман болсын. Осы дәріден алып ішіңіздер, өте үлкен көмегі бар. Мен өзім алып ішкеннен кейін айтып жатырмын. Қиналып, укол салып, система алғаннан гөрі мына дәріден алып ішсеңіздер, өте көп үлкен адамға несі бар, пайдасы бар. Көбісі сіздерге рахметімді айтамын, үлкен көп рахмет. Көбісі ойлайды да, телевизордан көретін мысалы, байқаймын сонда, ой, өзінің жақындары, өзінің туысқандары соларды әшейін түсіріп алады, дәріні мақтау үшін дейді. Не дәрі ішіп жатсың анау деп әйеліме сұрағанда мен айтам, алсаңдаршы дәріні. Ешқандай туысқаны несі жоқ, сатып аласың. Ақшаң болса, денсаулық керек болса аласың. Ойбай, рас па, алу керек екен. Алам дегендер көп, ақшалар жетпей қалады. Сол қаражат қой, қинайдан адамлар. Құд тіршілік қой бәріне, не керек, анау керек, мынау керек. Әйтсе, көбісі аламыз дейді. Мен өзім көріп отқаннан кейін, ол ешқандай несі жоқ оның. Қалай десің, ол телевизордан көрсе, радиодан неғылса, ол сразу елдер басқаша ойлайды да, ананың реклама жасап жатыр деп ойлайды. Не деп шығарған ғой басында, өздерінің танысын шығарып. Ондай емес, мысалы, біз сендер танымаймыз ғой, танымаймыз. Жалған сөздерге ілеспеңдер деп айтамын да, адамдарға. Денсаулық керек болса, денсаулық бәріне керек қой, денсаулықты бірінші ойлау керек. Сосын алып, көз жұмып алып, ішу керек. Өзіңіз? Мен денсаулық бар мен деп бақ. Жоқ болғанда бір ақша қылып ішем. Әйелім түген андасын дейші болам. Жоқ та. Бірге қасық сол тұрып шы болам да жүре берем. Рахмет сіздерге. Жақсы, рахмет сіздерге.